Кейбір адамдар өмірде бір ғана дұрыс жол бар деп ойлайды. Бір шешім қабылдасаң, соны соңына дейін ұстану керек сияқты көрінеді. Бірақ Кехоның ойынша, өмір мүлде басқаша жұмыс істейді. Адам өмір бойы өзгеріп отырады. Сенің ойың өзгереді, қалауың өзгереді. Тіпті сенің армандарың да уақыт өте басқа бағытқа бұрылады. Сондықтан, 20 жаста таңдаған жолың міндетті түрде 30 жаста да дұрыс болады деген заң жоқ. Бұл қалыпты нәрсе. Кейбіреулер осы өзгерістен қорқады. Олар, мен дұрыс таңдау жасадым ба деп, өздерін қинай береді. Бірақ Кехо мұндай сұрақтың өзі дұрыс емес дейді. Себебі өмірде 100% дұрыс, немесе 100% қате таңдау болмайды. Сен ешқашан толық сенімді бола алмайсың. Және дәл осы нәрсені түсіну еркіндік береді. Өйткені сен енді қателесуден қорықпайсың. Сен жай ғана әрекет етесің. Кехоның айтуынша, ең маңыздысы сыртқы пікір емес, ішкі сезімің. Әр адамның ішінде бір бағыттаушы бар. Оны біреу интуиция дейді. Біреу ішкі дауыс дейді. Ал Кехо оны сананың терең байланысы деп түсіндіреді. Яғни сен жай ғана жеке адам емессің. Сен үлкен жүйенің бір бөлшегісің. Сол себепті, кейде сен бір нәрсені еш дәлелсіз-ақ дұрыс деп сезесің. Ал кейде керісінше, бәрі жақсы сияқты көрінсе де, ішің біртүрлі мазасыз болады. Кехоның ойынша, адам өмірінде нақты карта болмайды. Саған ешкім толық дайын жол бермейді, бірақ сенде компас бар. Ол сенің ішкі түйсігің. Егер сен сол компасқа сенсең, онда сен біртіндеп өз жолыңды табасың. Бұл жол әрқашан оңай болмайды. Жолда қиындықтар болады, кедергілер болады. Кейде бәрі тоқтап қалғандай сезіледі. Бірақ Кехо мұны сәтсіздік деп санамайды. Ол мұны процестің бір бөлігі дейді. Себебі кез келген даму ыңғайсыздықпен бірге келеді. Егер сен өсіп жатсаң, онда міндетті түрде қиындық сезінесің. Бұл жаман белгі емес, керісінше, бұл сенің алға жылжып жатқанының белгісі. Тағы бір маңызды нәрсе – күмән. Көп адам күмән пайда болған кезде тоқтап қалады. Мүмкін бұл менікі емес шығар, мүмкін мен қателесіп жатқан шығармын. Бірақ Кехоның айтуынша, күмән сенің қарсыласың емес. Ол жай ғана сенің санаңның бір бөлігі. Және ол әрқашан болады. Сен батыл болсаң да, сенімді болсаң да, күмән бәрібір келеді. Сондықтан мәселе күмәннің бар жоғында емес. Мәселе сен соған қалай қарайсың. Егер сен әр күмәнға тоқтай берсең, ешқашан алға жылжымайсың. Ал егер сен әрекетті жалғастыра берсең, онда күмән біртіндеп әлсірейді. Кехоның негізгі ойы қарапайым. Өмірде бәрін алдын ала білу міндет емес. Толық сенімділік күтпе, өйткені ол ешқашан келмейді. Әрекет ет, үйрен, тағы да әрекет ет. Өйткені өмір бір ғана жол емес, өмір бұл үнемі қозғалыс. Сондықтан тоқтама. Күтпе, өзіңді дайын сезінемін деп күтпе. Сен бәрін біліп алмайсың. Жай ғана баста. Кішкентай қадам болса да баста. Сондықтан өзіңе сұрақ қой. Егер бүгін соңғы мүмкіндік болса, сен не істер едің?